саламатсыздар ма оқушылар? Сіздермен бірге нөмірі 82-ші орта мектептің математика пәні мұғалімі Сейітжанова Гүлбану Серікқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Вейт теоремасы. Оқу мақсаты Вейт теоремасын қолдану. Балалар, өткен сабағымызда біз жалпы толық квадрат теңдеудің түбірлерін табудың формуласымен танысқан болатынбыз. Яғни ол кезде дискриминант формуласын таныстық. Енді бүгінгі сабағымызда мынадай келтірілген квадрат теңдеу болатын болсақ, мұндағы келтірілген квадрат теңдеуде p екінші коэффициентке q бос мүшеге тең. Теңдеудің дискриминантын табатын болсақ, d тең p квадрат минус 4q-ге тең болады. Егер мұндағы d 0-ден үлкен болса, онда теңдеудің екі түбірі бар деген сөз. X біріміз тең болады минус p минус түбірасты d бөлінген 2-ге, және x-іміз минус p плюс түбірастында d бөлінген 2. Егер осы түбірлердің қосындысын табатын болсақ, x1 мен x2 қосындысы тең болады минус p минус түбірасты d минус p плюс түбірастында d бөлінген 2-ге. Мұндағы минус p мен плюс d қарама-қарсы таңбада 0-ге тең болады. Яғни минус p мен минус p-ның қосындысы минус 2p-ға бөлінеміз 2-ге. Минус 2 мен 2 қысқараттан минус p-ға тең болады. Яғни x1 мен x2-ның қосындысы минус p-ға тең болады. Екінші, x1 мен x2 сандарының көбейтіндісін табатын болсақ, минус p мен минус түбірасты d мен көбейту минус p плюс түбірасты d-ның көбейтіндісін 2 мен 2-ні көбейтеміз, тең болады. Ол тең болады минус p-ның квадраты минус түбірастында d-ның квадратын береді, бөлінген 4. Мұндағы p квадрат минус 4 минус d-ға бөлінген 4-ге p квадрат минус d-ның орнына бастапқы дискриминанттың формуласын қоямыз. Сол кезде p квадрат минус 4-ге тең болады, ол бөлінген 4. Мұндағы p квадрат пен жақшаны ашатын болсақ, минус p квадрат қарама-қарсы таңбада жойылады, плюс 4-ге 4 пен 4 қысқарады, тең болады q-ге. Яғни x1 мен x2 сандарының көбейтіндісі q-ге тең болады. x1 мен x2 сандарының қосындысы минус p-ға, яғни қарама-қарсы таңбада алынған екінші коэффициентке, ал x1 мен x2 сандарының көбейтіндісі q-ге, яғни бос мүшеге тең болады. Бұдан мынадай тұжырымға келеміз. Яғни келтірілген квадрат теңдеудің түбірлерінің қосындысы қарама-қарсы таңбамен алынған екінші коэффициентке, ал түбірлерінің көбейтіндісі бос мүшеге тең болады. Бұл теорема бізде Вейт теоремасы деп аталады. Вейт теоремасы және оған кері теореманы қолданбай түбірлерінің қосындысы мен көбейтіндісін табуға болады, және түбірлер белгілі болған жағдайда квадрат теңдеу құруға болады. Мысалы қарастыратын болсақ, түбірлер сигма 1 тең болады 2 плюс түбірасында 3 және сигма 2 тең 2 минус түбірасында 3 болған. Осы түбірлер арқылы квадрат теңдеу құратын болсақ, сигма квадрат минус жақша ішінде 2 плюс түбірасында 3 плюс 2 минус түбірасында 3 көбейтілген сигма плюс 2 плюс түбірасында 3 көбейтілген 2 минус түбірасында 3 тең болады 0-ге. Бұдан сигма квадрат минус 4 сигма плюс 1 тең 0, яғни келтірілген квадрат теңдеуін береді. Балалар, бүгінгі сабағымыз Вейт теоремасын қолдану арқылы мына тапсырманы орындады болсақ, егер мына берілген келтірілген квадрат теңдеулердің түбірін табатын болсақ, егер келтірілген квадрат теңдеудің түбірлерін дұрыс табатын болсақ, шарымыз әуеге қалықтайды. Балалар, енді бірінші теңдеуде x квадрат минус 7x плюс 10 тең 0 теңдеуінің дұрыс шешімі 2-де 5. Бірінші түбірі 2-ге, екінші түбірі 5 деген алатын болса, олай тексеретін болса, 2 мен 5-ның қосындысы қарама-қарсы таңбада алынған екінші коэффициентке, ал көбейтіндісі бос мүшеге тең болыпты. Олай болса, шарымыз әуеге қалықтайды. Екінші, x квадрат плюс 2x минус 15 тең 0 теңдеуінің шешімі минус 5 пен 3. Яғни мұнда минус 5 пен 3-тің Вейт теоремасы арқылы қосындысы қарама-қарсы таңбада алынған екінші коэффициентке, ал көбейтіндісі бос мүшеге тең болды. Олай болса, біздің шарымыз әуеге қалықтады. Егер x
квадрат үшінші есебіміздегі x квадрат плюс 10x плюс 24 тең 0 теңдеуінің шешімін түбірін табатын болса, -6 мен -4-ке. Себебі екеуінің қосындысы Вейт теоремасы арқылы қарама-қарсы таңбада алынған екінші коэффициентке көбейтіндісі бос мүшеге тең болады. Олай болса шарымыз әуеге қалықтайды. Жарайсыңдар балалар. Олай болса келесі тапсырмаға назар аударсақ. Бізге мынадай келтірілген квадрат теңдеу берілсін. X квадрат минус 12x плюс q тең 0 теңдеуінің түбірлерінің айырымы 2-ке тең болса, q-ды табыңдар дейді. Яғни тапсырманы орындау үшін ең әуелі бүгінгі тақырыбымыз бойынша Вейт теоремасын басшылыққа аламыз. Мұндағы бос мүшені табыңдар деп тұр. Егер дұрыс жауабын тапсақ, дөңгелек жасыл түске боялады. Олай болса, уақыт кетті. Жарайсыңдар балалар. Ізделінді сан 35-ке тең болады екен. Бізге Вейт теоремасы арқылы түбірлерінің қосындысы қарама-қарсы таңбада алынған екінші коэффициентке тең болып тұр, ал көбейтіндісі бос мүшеге тең болып тұр, яғни 35-ке. Бізде түбірлері сонда бірінші түбірі 5-ке, екінші түбірі 7-ге тең болады екен. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.